Жоқ, ұрысқан емес, бүгінгі мына жиналыстың тақырыбына көшейік. Осы ертең мына кісілерден келген қонақтар ұятмыз деп жатыр. Бір-біріміздің тағылып қайсысы бар. Ертең өзіміздің жиналыс өтеді. Сол қызықты сұрақтар болатын болса, ертең аудан әкімі өткізгенде өзіміз қалып қаламыз ғой. Қайда бұл? 19 қарашада өтеді. Түске дейін Сарбей ауылында болады. Түстен кейін осы Қаройда өтеді. Жалпы мына жиналыстың айтасыздар жаңағы халыққа реклама қарапайым халық деп. Мына отырғанның бәрі халық, мен де халық. Бұл бірнеше күн бұрын Қарой жарнамасы бар, қандай чаттар үшін бәрі салынды. Яғни осы қоғамдық тыңдау міндеттілігі туралы жөнінде. Енді ол келмейтін халықты жедел келе алмаймыз. Ал самостоятельно адам өзі қызығып, бұл жерде қоғамда деген компания жұмыс жасап жатыр, мына экологтар келеді, бәріне сұрақ бар. Ана дамып деген әдебе келді, құм болып қалды, ол жерге жұмыс шыққан жоқ деген ауыз екі тілде байқамасаң бір екі ел әңгіме болып кетіп болды. Оның жанашыр ма, осы жерге келсін. Біз егер жаңа тығып, ойбай ешкім білмесін деп ойлайтын болсақ, оны хабарламаймыз ол нәрсе. Күні-күні бірінші кеше салынды, жексенбі күні салынды, қашан бізде хат келді, содан бері салынып жатыр. Яғни тыңдалып өтеді, бір сұрақ. Мен сол үшін айтып тұрмын. Бізде де, соны сөйлеген алдын қараш бір. Соны үшін айтып тұрмын. Бізде де мына сөздің шешенітілері бар. ауылда халықтың үстінде отырғанда, оны жасасаң ақыл сәлетті әдемі беретін адамдар бар, көрінбейді. Евдей керек олар. Көрінбейді. Олардың ақылы. Сондықтан біздегі сенімді Google болса, ана сенімді Google батылып айтады. А саған айта алмайды. Сен өйткені саған айтатын болса, сен баласына жұмыс бермейсің. Я бақытты болсың. Я болмаса кейін жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Жұмыссыздыққа алмайсың. Ана сенімді болса, ол көрінбей соған айтады, құлағына сырмайды. Ана айтып жүрегі тұрып келіп айтатса, айтады. Енді былай бар, ауыл тұрғындары, өзіміздің әріптестер Мұстафа Ерғалиұлы, білесіздер, өткен айда халықтың сайлауымен, таңдауымен сайлау негізінде мүмкіндік бермейсіздер ғой. Мұстафа Ерғалиұлы осы ауылға сайлау депутат болды. Яғни депутат деген сөз халықпен биліктің арасын байланыстырушы. Сенімді өкіл ретінде өздеріңіз сенім білдіріп, дауыс бергеннен кейін осы азаматқа өтініштеріңізді жеткізуге болады. Бұл жеткізсін, біз аға жеткізейік. Яғни аудандық әрбір кеңестерде, сессияларда бұл кісілер қатыса алады. Яғни ертең жұмысқа енді кірісіп жатыр ғой. Бізде бір адам ауылда жоқ. Енді қабылдаулар өткізеді. Өткізген кезде жаңағы бүгінгі жарнамаланған сияқты қабылдаулар уақыт кестесі қойылады, келіп, қабылдауға келіп, ұсыныстарды айтып, Мұстафаға өтініш білдіруге болады. Яғни ойларға жұмыс сұрақтарын өткізуге болады. Енді бүгінгі тема көшек. Жалпы жаңа бір сұрақ сенімді өкіл деп жатырсыз, біздің аудандық қоғамдық кеңестің мүшесі Жұмабай Жәнібек ағамыз. Ол маған дейінгі сайланған қоғамдық кеңестің мүшесі. Ардагерлер кеңесінің төрағасы Амантай ағамыз білесіздер. Енді бүгінгі мәселе қоғамдық тыңдаудың бағзы негізгі мақсаты Қобыландының Қуасай ауданында нөмір 25-кі оқылмасын конференциядан шығаруға арналған кішкене тырыстады. Жеке техникалық жобаға қоршаған ортаны қорғау бөлімі. Регламентте 10.5 қатысушылар тіркеу, 10.15-ге шейін қоғам тыңдау төрағасы мен хатшысын сайлау, 35-тен 40 минутқа дейін күн тәртібін бекіту, 40-тан 45-ге дейін аймақтық әкімдік өкілінің сөйлеуі, 45-тен 11-ге шейін Қуасай ауданында ұңғымасын консервативін шығаруға арналған жеке техникалық жобаға қоршаған ортаны қорғау бөлімі. 11-15-ге шейін ұйымдар өкілдерінің пікір айтуымен баяндаушылардан сұрақтарға жауап беруі және қорытынды сөз. Енді сөзді баяндамашыға береміз. Өзіңіз таныстырып айтып. Бірінші біздер секретарды қандай Менсей Мұратбек қоғамдық тыңдаудың секретары болады, яғни протоколға қол қойып соған куәгер болатын адам. Сосын төрағасы енді біздің әкім Абзал Сансызбай болады. Ассалаумағалейкум, Қарауай елді мекенінің тұрғындары. Біздер мына тапсырыс беруші мекеме Қобыланды жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Біздер Ақтөбеден
жобалаушы мекеме болып табыламыз. Ақтөбе, яғни Ақтөбе геологиялық барлау ғылыми зерттеу институтына келіп тұрмыз. Өзіміз эколог мамандармыз. Рахмет. Және мен есімім Адылбек. Осы Ақтөбе қаласының тұрғындарымыз, яғни Ақтөбе облысының тұрғындары. Сіздің алдыңызға осы қолданды мекеменің Құбасай алаңындағы 25К ұңғымасының консервациядан қайта шығарып, оған қоршаған ортаны қорғау бөлігін ұсынып жатырмыз. Яғни ашылған кезде біраз жұмыстар жасалынады ғой, консервациядан шығару кезіндегі. Соған табиғатқа, қоршаған ортаға әсері болған кезде сол қандай шаралар болады, қандай нәрселер жасалынған, сонымен танысып кетейін сіздерге. Яғни бұл талаптар экологиялық кодекстің 96-шы бабына сәйкес екі тармағы көрсетілген. Яғни мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесі кезінде бұл қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Сол себептен сіздің алдыңызға келіп тұрмыз. Яғни біздің жобамыз жаңағы мемлекеттік сараптамада жатыр қазір. Яғни бізде де департамент экология деген Ақтөбеде бар, управление природных ресурсов. Солар сараптамадан өткізіп жатырмыз. Сол процесс кезінде біздер сіздің алдыңызға, яғни ең жақын елді мекенге, яғни әсер беретін ең жақын ауылға келіп, сіздерге таныстыруға жатасыз. Себебі міндетті болғасын. Екінші тармағы бойынша мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес өткізіледі. Яғни өзінің ережесі бекітілген министерство атынан. Сол жақта өзінің тәртібі, ережесі бәрі бекітілген. Сол ережеге сәйкес, яғни жаңа әкім мырза айтып кеткендей, бұл бір ай бұрын хабарлама берілген, хабарламада жазылған өтетін уақыты, күні, орны бәрі жазылып кеткен. Мына жерде енді әкімшілік жағынан қоғамды мекемесінің келісімшартты аумағы Ойыл ауданында аймағында Ақтөбе облысының оңтүстік батысында орналасқан. Яғни мына жерде 7 километр мына жерде несі орналасқан, жұмыс істеу. Яғни батыс Қазақстан шекарасына жақын орналасқан 7 километр аумағында. Және ең жақын теміржол вокзалы Шыңғырлау теміржол вокзалы орналасқан. Мына жерде көретін болсақ, жаңағы сіздің ауылыңыз және мына жерде консервациядан шығаратын ұңғыма 5 шақырым жерде орналасқан сіздің ауылыңыздан. Яғни мына жерде солтүстік шығысында орналасқан. Осы маңында жұмыстар жүргізіледі сіздің ауылыңыздан. Яғни бұл жұмыстарды консервациядан шығару жұмыстармен шамалы танысып кететін болсақ, бұл жақта алдын ала жұмыстары жүргізіледі. Яғни құжаттар, геологиялық құжаттар дайындалады, солар бағаланады. Консервациялық кезіндегі бірінші этап деңгейінде консервация кезіндегі техникалық жағдай бағаланады және қауіпсіздік бойынша нұсқама өткізіледі. Екінші, ұңғыма сағасын тексеру және дайындау. Бұның жұмыстарына бізде саға арматурасын жай-күйін тексереді. Сосын консервацияда пломбаларды, қақпақтарды және бекіткіш құрылғыларды демонтаждау, қажет болған жағдайда арматураны жөндеу және оны ауыстырады. Үшінші, ұңғыманы ашу және тазалау. Ұңғыманы ашқан кезде ұңғыма ішіндегі техникалық сұйықтарды қауіпсіз шығару керек. Шөгінділерді ластанған массаларды тазалау, құбыр тізбегінің тұтастығын бағалау. Төртіншісі, техникалық жұмыстарды жүргізу. Оның қысымын сынақтары, герметикалық тексеру және ұңғыманы әрі қарай пайдалану немесе зерттеу жұмыстарын дайындау. Бесіншісі, қалдықтарды басқару. Түскен қалдықтарды, яғни ішіндегі шлам, түзінділер, ластанған топырақ, тұрмыстық және қауіпті қалдықтарды жинау, бөлу және уақытша сақтау. Алтыншысы, қорытынды жұмыстар. Яғни қорытынды жұмыстарда бізде экологиялық талаптарына орындалуын растау
және ұңғыманың пайдалануға немесе келесі кезеңге беру. Енді мына жерде экологиялық талаптарына тоқталайық. Мына жерде қоршаған жұмыстар енді арнайы техникалық қондырғылар қолданылады жұмыс кезінде, консервациядан шығарған кезде, яғни техникалардан әртүрлі шығарындылар ауаға шығады. Сол себептен мына жерде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуымыз керек. Яғни жұмыс аймағында төгінділер топырақтың ластауына және атмосфераға шығарындыларын бермеу, автокөлік пен техниканың артық жұмыс істеуін болдырмау, яғни өзінің уақытына сай жұмыс істеу керек. Топырақты қорғау талаптары, яғни ластанған жерлерді дереу оқшаулап жинау, яғни бір төгінділер болатын болса, топырақтан жинап уақытында оны тазарту керек. Жер бетіне мұнай өнімдерінің төгілуіне жол бермеу, яғни оны мұқият қадағалау, ол мекеменің жауапкершілігінде тұрған нәрселер. Және учаскеде топырақ төсемін бұзбау. Яғни біздер өзіміз білеміз, топырақтың өзінің бетіндегі құнарлы бөлігі бар топырақтың. Соны бұзбау керек. Себебі бұл топырақты бұзған кезде өсімдіктер әлеміне зиян келтіреді, содан кейін өсімдік өспеуі де мүмкін. Сондай нәрселерді именно топыраққа байланысты осындай шаралар мекеме өзінің жауапкершілігін алады. Сосын ең бастысы енді көп мазалайтын сұрақтардың бірі көпшіліктің бұл қалдықтарды басқару. Яғни кез келген жұмыстардан бізде қалдықтар түзіледі, даже мына мектептен болсын, мысалы қатты тұрмыстық қалдықтар шығады. Мына да осындай мекеме жұмыс жасаған кезде өзінің қалдықтары түзеледі, соның қалдықтарын бізде басқару білу керекпіз. Соның ішінде шикізат қалдықтарын, шламдарды, сүзінділерді, сүртілген материалдарды біздер бөлек жинау керекпіз. Өзінің арнайы нелері болу керек, ыдыстары болу керек. Сосын уақытша сақтау талаптарға сәйкес, талаптарға сәйкес болу керек. Яғни керек кезде осы жердің бетіндегі бетонированный покрытиясы болу керек, мысалы талапқа сай. Қауіпті қалдықтар, мысалға мұнай шламдары, ол қауіпті қалдықтарға жатады, оларды лицензиясы бар мекемелер алып кету керек. Яғни солармен келісім шартқа қауымдарды жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы қауіпті қалдықтарды алып кету мекемемен тұру керек. Яғни лицензиясы бар. Лицензиясы бар деген сөз, ол заңды түрде жұмыс жасайтын мекеме. Яғни ол қалдықтарды алып кетіп, мысалы мына жерден алып кетіп, басқа жерге төгу деген емес, оны алып кетіп, өзінің полигоны бар, оны өндіріп, қайта өңдеп, оны тазартады қалдықтарды. Сосын мына жерде атмосфералық ауаны қорғау, жұмыс кезінде шамдану және газданудың алдын алу, құрал жабдықтардың техникалық жарамдылығын бақылау. Яғни бізде де техника жүрген кезде шаң көтеруі мүмкін, шаң тозаңы қалыптасуы мүмкін. Соларды болдырмау мақсатында, яғни топыраққа су себіледі, сондай жұмыстар жүргізіледі, яғни шаң тозаңды басу. Сосын жер үсті және жер асты суларын ластануын болдырмау. Яғни бізде бәріміз білеміз, енді жердің астында неше түрлі бізде сулар өтеді, сол суларға ұңғыма енді тереңдікке қазылғасын, бұрылғасын, неше түрлі әсер беруі мүмкін. Соны болдыртпау мақсатында біздер мұнай өнімдерінің суға түсуіне жол бермеу керекпіз. Және де суды қорғау аймақтарын бұзбау, яғни жақын жерлерде егер су қоймалары болған жағдайда, соларға осы төгінділер шығарындылар түспеу керек сол суларға. Және техникалық сұйықтығы арнайы герметикалық ыдыстарда сақтау, яғни өзінің мына ерітінділер, бұрғылау ерітінділер болсын, қалдықтар болсын, ол арнайы өзінің герметикалық ыдыстарда сақталуы керек. Шу мен дірім нормаларын сақтау. Және бұл жабдықтар енді үлкен қондырғылар болғасын, олардан әрине шу дірілдер шығуы мүмкін, бірақ енді 5 шақырым жерде орналасқасын, ауылға бұл шу діріл жетпейді, бірақ енді қоршаған ортаға енді сақтау мақсатында бұған да осындай шаралар қарастырылған, яғни бүкіл істеп жатқан жабдықтар
қондырғылар нормаларға сай пайдалану, яғни өзінің паспорты бар, сол паспортына сай жұмыс істеу керек және оның жұмыс уақытына сай жұмыс істеу керек. Және жақын аумақтарда рұқсат етілген деңгейден асырмау керек. Мысалы бізде де өзіміз санпин деген немізді норма бойынша мысалға 60 децибелден аспау керек, сол 60 децибелден біздер шуды тудырмау керекпіз. Яғни сондай жұмыстар қарастырылған. Енді жалпы былай сурет көрсетілген, енді сіздерге көрнекті болсын. Мысалы ұңғымада жұмыстар жүргізілген кезде осындай жұмыстар жүргізіледі, осындай техникалар енді бірнеше ауысуы мүмкін, енді жалпы суреттемесі осындай, яғни ұңғымаға келіп осындай жұмыстар жүргізеді. Тек қана өзінің ұңғыманың шеңберінде жүргізілетін жұмыстар. Сосын бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін бәрі орнын тазартып, бәрін жинап тастайды. Сондай. Так. Енді бұған бұл жұмыстарға біздерге су керек болады, яғни техникалық су керек болады. Мына жерде осындай техникалық судың осындай мөлшерінде 110 метр куб мөлшерінде су қажет болады, яғни сосын тұрмыстық шаруашылық қажеттіліктерде, яғни жұмысшыларда осындай көлемде су қажет болады бізде. Судың көлемі. Енді өндіріс және тұтыну қалдықтар және қалдықтар туралы айтып қой. Біздер осы жұмыстан, яғни консервациядан шығарған кезде бізде осындай қалдықтар түзеледі, яғни пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі, ұңғымадан шығатын ерітінділер, пайдаланылған майлар, отработанный масла, майланған шүберектер, промасленный веточтар, шүберектер, құрылыс қоқыстары біздерде, сосын металл сынықтары, пайдаланылған ыдыстар, таралар, сосын қатты тұрмыстық қалдықтар. Яғни осы 7 қалдықтың шеңберінде бұл жаңағы жұмыс істеп жатқан алаңында осындай қалдықтар пайда болады, бірақ бұл қалдықтар бәрі уақытылы жиналып, уақытылы жаңа лицензиясы бар компанияға беріліп, ол шығарылатын нәрселер. Осындай көлемде 25-26 жылдарға қарастырылған жұмыстар осындай аралықта жұмыс істегесін, осындай жұмыстарға осындай көлемде қарастырылған қалдықтарды шығаруға. Және енді мына жерде атмосфералық ауа шығарындарын азайту жөніндегі іс-шараларға тоқталатын болсақ, жаңағыдай шаммен күресу, және осы қондырғылар, мысалы дизель генераторлар қолданады. Мысалы біз дизель генераторлардан олардың осы мұржасынан шығатын түтінді тексеру, яғни осы жұмыс кезінде экологиялық мониторинг жүргізіледі, яғни әртүрлі өлшеулер жүргізіледі, сынамалар алынады, яғни неге сәйкес па, сәйкес емес па, соның бәрі тексеріледі. Пайдаланған газдарды қолданылған нормаларға сай не істеу керек, және біздерде өрт қауіпсіздігін сақтау керекпіз бұл жұмыстар кезінде. Топырақ жамылғысын енді айтып кеттім, енді басында қандай жұмыстар бар, егер төгінділер білмесе болатын болса, оны дереу жинап, оны не істеп, залалсыздандырып, тазартып алады. Енді қорытындыға келетін болсақ, бұл жаңағы айтып кеткен шараларды, талаптарды орындайтын болса, қоғамдық жауапкершілігі серіктестігі осы экологиялық және санитарлық нормаларға сәйкес жұмыс істейтін болса, және осы біздер жасаған жобалаушы ретінде қоршаған ортаны қорғау бөлімі жасаған жобасының аясында заң шеңберінде жасалатын болса, қоршаған ортаға тигізетін әсері минималды түрде болады. Егер бұл заң шеңберінде осылай біз қалай ұсынып жатырмыз эколог ретінде солай жасалатын болса, бұл жұмысты бастап істеп кетуге рұқсат осы қағаз алайын деп жатырмыз. Оны әрине тағы да құзырлы органдар, Ақтөбедегі отырған департамент экология енді құзыретті органдар тексереді. Бұл жоба солардың несінде сараптамасында жатыр. Біздер енді сіздерге таныстырып, алдыңызға келіп, егер мүмкін бір сұрақтарыңыз болса, қандай мазалап жүрген мысалға, сол сұрақтарыңызға жауап беруге біздер дайынбыз. Яқтан қоғамдық жауапкершілігі серіктестіктен келіп тұрған өкілі бар, мекемеге тура сұрақ болса, соған сұрақ қоюға болады. Егер қоршаған ортаның бөлімі бойынша экологиялық сұрақтарыңыз болса, бізге сұрақ қоюға болады. Мына жерде енді құзыретті органдар, енді өзіңіздің ауылыңыздың адамдарыңыз бар, енді жауапты, соларға да сұрақ қоюыңызға болады. Осымен мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса,
дайын емес жауап беруге. Яғни түсініп отырмыз ғой да, қандай жұмыстар жасалғалы жатыр, иә? Консервациядан біздер шығарамыз ұғыманы, консервацияда болған ұғыманы, оны шығарып, консервациядан шығарамыз. Сонда жұмыстар жүргізіледі. Соған біздер рұқсат қағазын алу үшін сіздің алдыңызға келіп отырмыз. Түсінікті болмаса, сұрайды, сол үшін кетіп тұрмыз. Әділбек. Сіздер қазір енді бәрін бастайсыздар ғой бұл жақта. Содан кейін бұл жерге бітірмей алып жүр ғой. Ауылдың бір тана имамхан оқып сол жүргенсіз. Ахарға. Оған кім жауап береді? Шұңқырларға ма? Шұңқырларға, иә. Шұңқырларға оның алдындағы мекемелер жұмыс істеп кеткен ба? Сіздің мекемелеріңізде мына жерде өкілі бар. Сол Астан жауап келеді. Жауап келатқанда ол қаншама жыл болды, қаншама мал өліп болды дейсіз. Енді бізде проект қалай рұқсат алады, жасау келеді. 4 күнде бітірдік. Олар жұмысты бүгіннен бастап депутаттар әкім бір жұмысты бүгіннен бастап, бүгін таңда. Енді ертең күннен бастап жауап береді. Бүгін оған жауап береді. Бұрынғы мекемелер барып солай ма? Иә, солай біздер кейбірдің әкімге жаңа отыр көзіне жиналып тастасаң, сендермен сен бұл жерден неге келдің? Сен шығып кетсеңдер тұр, ұялғаннан қайтпай келдің. Неге қашып кеттің деп айтамын. Жоқ, қоғамның жұмысы. Амагенттарға қою керек шығар. Суды қайдан аласыздар, суды? Суды мына неден? Жоқ, көк жағы ма не Суды судан аласыз. Нені қайдан аласыз, суды қайдан аласыз? Содан доғырып отырып, содан алып жатыр. Біздер ол қауіпсіз. Оның арқасын сұрасақ кімден сұраймын? Тағы. Жоқ, қауіпсізден. Өзіңізге жиналып айтасың ба? Баяу ғой. Сол жөнінде сұрақ. Енді Астан ағамыз әділбек саған сұрақ қойып қандай мәселе ғой, бұл үкімет басталып кетті ғой. Сіздер жасалған жұмыс қой, енді сіздер жасалған жұмысқа халыққа түсінікті болу үшін сіз айтуыңыз керексіз. Біздің де осындай жұмысты алдық, осы жұмыс жасап жатырық, осылай болады түсін жүргізу керек. Қазір сізге бір бесіме түзбейді, сіз қазір таңда не үшін келдіңіз, қандай жұмыс жасап жатырсыз, соны халыққа түсінікті айтып кетіңіз. Екінші сұрақ, бізде экологқа сұрақ туындайды. Әділбек отырып айтып едім, айтпеңіз, мысалға жаңа айттым ғой, сөз басында біз Зант деген бір жерге келді, ауылдың шыға берісінде оңтүстік батыс бағытына қарай бұрын осындай бір мұнай компания келді де, сол жерге құралдарын қойды, жерді соққылады, удары берді. Ол бірнеше жыл бұрын айтып кеткен әңгіме. Но бірақ оның зардабы қазір. Себебі ол жер қазір құм айналып кетті. Дым шөп шықпайды. Қазіргі қорқыныш халықтың, біздің, өзімнің. Мына сіздер тұрған жасалған жұмыстардың орындарыңызға ертең шөп шыға ма, шықпай ма? Біз қайтадан оны қолдана аламыз ба, қолдана алмаймыз? ол шығады. Енді ол мысалға сіздер ертең қобалында ертең болды кетіп қалды. Астан ағаларымыз сұңқар ертең кезіп болды. Осылайда айтса, ол кісілер болды, ештеңе жауап бермейді бұл кісілер. Мен келдім, ана скважинаны бітедім, цементтен құйдым, қашқан кезде бола суып келдім, болдым дейді. Ертеңгі күні сіздерге айтып отырған сұрақ. Мына жер тегістеп жатсыздар қазір, иә? Оны қайтадан жаңағы құм топырақтың қабатын айтыңдар, 30 сантиметр алдық, соны қайтадан жасаймыз, сосын сол жерге шөп автоматпен шығады деді. Сол рас қой да? Әлде мына тұтынған компаниялар емес пе? Қобыланды бар, сұңқар бар пайдаланған, солар сол жерге бірден еу керек пе? Осы мәселе ғой, егер сол анаған кетіп қалады, ертең бокстар кетіп қалады, ертең қобыланда кетіп қалуы мүмкін, жер ештеңе болмаса. Сол кезде ертең мысалы ана мына жыл айтқан дамып тұрған жері, ол бір жылда болған мәселе емес. Ол бірнеше жылдан кейін несіп кетіп шықпай қалды. Зардабы дейді, мына сіздің 4 скважина алғаныңыз, иә? 4 скважинаның орны ертең сіздер құмақ айналып болған шықпау. Егер сіздер соған кепіл беріп тұрсаңдар, оған неше жылда мысалы оның кепілдігі бар. Мысалға бұл ертең биыл алдауы мүмкін өзімізде. Кеше тегістелді ғой деп. Келешекте жаңағы кішкене эрозия бірден шығарып жарып айтамыз. Ол 3 жылда дым шықпай қалса керек болады. Сол ғой. Ол жерлерге дамып тұрған жерге де, мына пайдаланған жерлерге де кәдімгі шөп шыққан мал жайылған жерлер. Мұнай қазбалауға жүргенге дейін.
ертең сол қайта орнына келе ме келмейді? Хорошо, мен жауап, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Сіздің сұрағыңыз орынды, себебі енді мына пайдаланушылар істеп кетіп қалып, бүкіл мысалы ауылға алып қояды ғой мысалы. Сондай болдыртпау үшін біздер енді жобалаушы мекеме болғасын, біздер заң шеңберінде бүкіл жобаларды дайындап беріп жатырмыз. Бірақ олардың орындалмауы ол деген органдарда, мемлекеттік органдарда, біздерде жеке мекеме. Оларға осындай нәрселерді, мысалы жаңағы қоршаған ортаның бөлімін дайындап береміз, соған қарап олар экологиялық шараларды өткізу керек мекеме. Оның орындалуы, оның құзыретті органдар тексеру керек. Яғни департамент инспекция деген бар ғой мысалы. Сосын мына жерде жергілікті акиматтар сіздер тексеру керексің. Ондай бұзушылықтар болса сіздер шағым бересіздер. Яғни сосын құжаттармен салыстырасыздар. Біздер оны жеке мекеме оны құжатты дайындағаннан кейін осы неде жүрмейміз ғой біздер басында. Оны дайындаймыз, бірақ құзыретті органдар оны тексеру керек. Сәйкес келіп тұр ма осы жобаға, сәйкес жасалып жатыр ма, жасалмай жатыр ма, соны қарау керексіздер. Жаңағыдай кез келген мекеме, мысалы біздер қазір мына неге келіп тұрмыз ғой, консервациядан шығаруға, оны ликвидация деген бар. Мысалы жұмыстарды бітіргеннен кейін ликвидация, яғни бітеу, жаңа айтып тұрсыз ғой, бітеп бәрін істегеннен қайдадан халық жиналады, сол кезде осындай сұрақтар туындау керек сіздерде. Осы орындары не істеліп жатыр, қандай жұмыстар жасайсыңдар, осындай шұңқырлар қалып қойды, осындай нәрселерді жасау керексіңдер деп, сондай нәрселер сұралу керек та. Біздерде не бар еще, мына бұзылған топырақтың қалпына келтіру жобасы бар. Проект рекультивации нарушенных земель деген проектісі бар. Ол да сараптамадан өтетін жобалардың бірі. Яғни бізде заң шеңберінде бәрі көрсетілген, қандай нәрселер жасалуы керек. Яғни жаңағыдай ликвидация болғаннан кейін проект рекультивация деген іске басталады. Ол рекультивацияда екі этап бар. Техникалық этап бар, яғни технический этап. Ол жаңа тегістеу, жасау жұмыстары. Сосын биологический этап бар. Биологический этапта жаңа сіз айтып тұрғандай, егер қажет болса, ояқта кәдімгі дәндер егіледі, қайтадан шөптің қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Яғни бұл жоба аясында бүкіл нәрселер жасалынады, және себебі ол талап етіледі заңмен. Бірақ ол жаңағыдай орындалу ол сізге байланысты, яғни әкімшілікке, сосын қала тұрғындарына, яғни қала тұрғындары жүреді ғой, айналада көреді бәрін. Сол нәрселерді сізге айту керек, сіз оны керек органдарға жеткізу керексіңдер. Сосын сол кезде тексеріс ашылады, тексерісте бұл нәрселер бәрі шығады. Яғни сол мекемені шақыртады, даже ол мекеме кетіп қалса да, бұл мекемеге штраф салынады. Мысалы, біздерде қазір асфальт жолдарға да сондай заң шыққан ғой. Мысалы, жолды тапсырады, жолды тапсырғаннан кейін олар 3 жылдай ма 5 жылдай соған кепіл береді да бұл жолға. Егер бір шұңқырлар шықса, олар өз қалтасынан бұл шұңқырларды бітеуге міндетті. Бұндай да сондай нәрсе ғой. Мысалы, біздер как жобалаушы ретінде, эколог мамандар ретінде соларға максималды түрде бүкіл нәрселерді көрсеттік, айтып көрсеттік, осындай нәрселерді орындайсыздар. Бірақ оны орындалмау сіздің арқаңызда, себебі сіздер осы жақта тұрып жатсыңдар, сіздер осы жақта осы ауамен демалып жатсыңдар. Біздер не қазір өткізіп кеттік, сіздер ғой осы сумен пайдаланасыңдар, осы топырақта егесіңдер, мал жейді, ол мал жегеннен кейін сізге сүт болып келеді дегендей сол айналым ғой. Сол себептен бәріміз бір ауыздан жұмыс істесек, біз как эколог мамандар, кімдер пайдаланушы ретінде жақсы өзінің жұмыстарын жүргізсе, сіздер как халық ретінде тексеріп уақытында шағым түсіретін болсаңдар, бәрімізге жақсы болады деп ойлаймын. Сондай. Жеткізген шығармын деп ойлаймын. Сұрағыңызға. Әлімбек мырза, сіздің жасап келген жобаңыз осы әкімшілікте қала ма бір данасы? Ол бір данасы дегенде мына жерде несі, жалпы несі қағаздан шығарылған презентациясы бар мына жерде. Сөзбен сөзді қуалағанда ол жобаны қағаз ретінде шығарып бере аламыз сізге. Мысалы, сіз осы жақта мектепте жұмыс істейсіздер, сізге бере аламыз. Сосын және ол порталда бар. электрондық порталда тұр ол. Мысалы, оның сайтын сізге көрсетіп, мысалы, сіз компьютерден кіріп, оны қарай аласыз, тұрады осы сияқты. Себебі ол сараптамада тұр ғой. Почтаңызды жазып жіберейік, сізді почтаңызға білақтырып аласыз, майлы. Сол жақтан танысып қарап аласыз. Шлам мәселесі. Шлам? Осы бір жылы осынdan тасыды ғой жаңағы қалдықтар, шламдарды.
мына біздің Жақсыбай Қампатовтың Майылсай, Темірастау дейтін жақтарға сайларға. Оны экологтарға айттық, енді оны сіздер болып қарайтын мысалы. Экологтар. Ешқайсысынан ешқандай шара болған жоқ соған. Енді сонда біз кімге барамыз соны айтып? Жоқ, оны жұмыртша, оны сен жолдан жүрмейді ғой. Сен жолдан жүрмейді, ойындан шықпайды. Жоқ, барды ғой ояқтады. Сізге шағым бермейді, кімге шағым бермейсіз? Соңында ол уақытта бердірек болды, Сапарбай бәкім. Әкімге шағым бердіңіз да? Облыс әкіміне шағым беріп, содан бармам. Жазбаша түрде. Оған дейін экологта ешкімде ештеңе істей алған жоқ. Жоқ, жауап жоқ па? Сіз жазбасын олар 15 күнде. Жоқ, ана экологтар вообще қабылдаған жоқ, ешқайсысы. Сосын сұрап отырғаным Қанағаттандырмаған ғой. ешқандай. Әкімге барғаннан кейін облыс әкімге ол кісі ұялған шығар енді. Бір 2-3 тамақ бірдеңе ғой. Міне жаққа көліктерін жіберіп, түстің күні барып, бір боранда барып алды. Енді біздер экологтар болғасын, біздер жеке мекеме, жобалаушы мекемеміз. Жаңағы сіз айтып тұрғандай құзыретті орган, ол департамент экология, олардың сондай құзыреті бар да, тексеріп штаб салады. Яғни департамент экологияға сіздер әкімнен бөлек, оларға да өтініш деген бар ғой қазір бізде. Өтінішпен үйден отырып сізге шағым беруге болады. Оған бірақ дәлел болу керек, жаңағы суреттеріңіз болсын, видеоларыңыз болсын, соған салып бересіздер. Соған сізге жауап береді. Егер олар жауап бермесе, прокуратураға шағымданасыз. Егер құзыретті органдар сіздерге жауап бермесе, сіздер уже прокуратураға үстіне жазасыздар, что мына госоргандар сізге дұрыс жауап берген жоқ. Прокуратураға шағымданасыз. Прокуратура сіздерге уже бәрін айқындап жауап береді. Солай жұмыс істейді негізі. Мысалы, менде как енді қазір біз алдымызға эколог болғанмен Ақтөбе қаласының тұрғынымыз. Кейбір нәрселерге өзім көңілім толмайды. Сол кезде мен тұрғын ретінде дұрыс шағым бере аламын мысалы. Қасымдағы тұрған нәрселерге, осында жасалып жатқан нәрселерге шағым бересіздер. Құзыретті органдар тексеру керек. Егер жауап бермесе, уже олардың үстіне, прокуратураның үстіне жазасыздар. Ол кезде уже тексеріс ашылады. Міндетті түрде сіздерге жауап береді. Біздердің қателігіміз өзіміз заңды белгілей бермейміз, бір нәрсеге жүгінеміз де, сосын отырамыз да жауап жоқ деп. Ары қарай қарау керек, ары қарай сұрау керек, сол кезде жауап керек. Заң білетін болсақ, мынауда тұрмаймыз ғой, жетектеміз соларға қарай оқыса. Негізі ауылда тұрып та заңды оқи білуге керек. Сауатымыз болса, алдарып жүрмейміз оны жетпейді. Сіздер заң үйреніп шығарыңыз. Дұрыс. Жалпы айтып жатқаным дұрыс. Бір нәрсе. Өзімізге керек қой, заң өзімізге керек, өзіміз оқиық бәріміз. Қазір сіздерде Аллаға шүкір не бар, интернет бар, 4G ұстап тұр мысалы. Тек интернетке баса саласың, әділет заң деген бар ғой, сол жаққа тек любой кодексті шығарып береді сізге. Тек просто қарап отырасың. ChatGPT бар қазір, жасанды интеллект бар мысалға. Бәрін ішіне саласың, өзі сізге қорытынды шығарып береді. Мұғалімдер білетін шығар, қазір жасанды интеллектпен жұмыс істеп жатыр ғой ChatGPT. Саласыз сізге бәрін не істеу керектігін жазып береді. Қай жаққа бару керек, не жазу керек деген. Сол сұрақтар тек жобаға қатысты ғана болса, жақсы болады. Жаңағы 19 қараша күні тағы бір сұрақтар болса, ауылдың сұрақтарын сол кезде қоясыздар. Біздер қазір тек жобаға қатысты деп тұрмыз алдындарыңызға. Жақсы, сұрақтар болмаса жалпы онда қорытындыласақ, қоғамдық тыңдау 17 қарашада өтті. Ол қоғамдық жауапкершілік серіктестігі қоршаған ортаны қорғау бөліміне сәйкес қоғамдық тыңдауды өткізді. Оны біздер мына видеоны қазір жазып отыр. Ол видеоны біздер осы управление природных ресурсов қалада соған жібереміз. Солар тексереді, қарайды, сұрақтар сіздер қойған сұрақтарыңызға, біз жауап берген жауаптарыңызға және оған протокол жасалынады, жаңағы қағаз жасалынады, соған қол қоямыз. Жаңағы секретарь, төраға бәрі қойылған. Сосын жаңағыдай керек нәрселерді сіздер сайттан қарай аласың. Жаңа қазір сіздерге өзіміздің адрестерімізді, телефондарымызды қалдырып кетеміз. Жақсы.